Құрметті арнаны тамашалаушы асыл жандар. Сіздер қайтыс болған адамдармен тілдесетін адамдар болғанын естіп пе едіңіздер? Ендеше құлақ салып тыңдаңыздар. Біз тіріміз, және сіздермен әрдайым байланысуға тырысамыз. Көріпкел Лесли Флинт қайтыс болғандардың дауыстарын естірте алатын, өлілер әлемі туралы айтып беруден жалықпайтын. Қорқынышты балалық шағыма қарамастан мен ұзақ өмір сүрдім, және психоз немесе жын иектеу құрбаны болған жоқпын. Өзімді бақытты адам деп атай аламын, өйткені маған ләззат әкелетін жұмысым бар. Мен тікелей дауыс беру қасиеті бар медиуммын. Мен қайтыс болғандардың хабарларын өз дауысыммен емес, әдетте басымның дәл жанынан және жоғарылау тұсынан еститін рухтардың дауысымен жеткіземін. Бұл нақты дауыстар. Оларды магнитофонға жазып, тыңдауға да болады дейді өткен ғасырдың танымал медиумы Лесли Флинт. Ол өзінің ерекше қасиеті туралы осылай деді. Лесли Флинт өзінің таңғажайып медиумдық қабілетін жарты ғасыр бойы көрсетті, және бұл уақыт ішінде айналасындағылар скептиктер оны алаяқ ретінде қаралауға тырысты. Ол үшін Флинтті жабық бөлмеге қамады, жиһаздарға байлап, сеанстарда аузын сумен толтырды. Алайда бақылаушылар Лесли Флинтті олай тоқтата алмады. Керісінше, физик Уильям Беннеттің зерттеулері Флинттің денесі арқылы аудиториямен сөйлескен дауыстардың оның өз дауысы емес екенін растады. Бұл дауыстар адамзатқа өлілер әлеміндегі жандар туралы көп нәрсе айтты. Лесли Флинт 1911 жылы Лондонда дүниеге келген. Лесли 3 жасар кезде әкесі соғысқа аттанып, майданнан оралмады. Болашақ көріпкелдің анасы өзінің жеке өмірімен айналысты, және кішкентай Лесли кедергі жасамас үшін кешкі уақытта оны кинотеатрға алып барды. Балақай фильмдерді түн ортасына дейін көреді. Леслидің өмірінде ерекше оқиға орын алады. Оны өзі кейіннен өлгендер әлемінің бастамасы деп атады. Ол кезде Лесли 8 жаста еді. Ол мектептен үйге келгенде үйде Нелли есімді апай қонақта болды. Әйел өзінің жұбайының Франциядағы соғыс даласында қайтыс болғанын айтты. Лесли қонаққа бажайлап қарап, бір сәтте апайдың жанында жаяу әскердің бейнесі пайда болғанын байқады. Бұл көрініс ұзаққа созылмады, және Нелли барлығын айтып біткен соң дереу жоғалып кетті. Апай өз күйеуі қайтыс болғанын көрсететін фотосуретті сөмкесінен алды. Бала Лесли суретке қарағанда жаңа ғана Неллидің қасында тұрған солдатты таныды. Лесли бұл туралы апайға бірден хабарлады. Бірақ Леслидің жауабы үлкендерді таңғалдырудың орнына керісінше әжесінен таяқ жеп тынды. Кейін тағы бір жолы Лесли мектептен үйге қайтып келе жатып, ас үйден таныс емес дауысты естиді. Бөлмеге кіргенде ол иегінде үлкен қалы бар әйелді көрді. Лесли ас үйге кіргенде бейтаныс әйел жоғалып кетті. Лесли болған жайтты әжесіне айтып берді. Ол бейтаныс әйелдің сыртқы келбетін нақты сипаттады. Белгілі болғандай, Лесли әжесінің құрбысының дәл сипаттамасын жасаған. Бұл әйел 1 ай бұрын қайтыс болған еді. Бірақ әжесі оған сенбей, Лесли қайтадан әжесінен қайтадан шапалақ жеді. Міне дәл осы сәттен бастап, Лесли өзінің көргендері туралы барлық адамға айта бермеу қажеттігін түсінді. Лесли 13 жасқа келгенде, жақын маңдағы зираттың шырақшысына әрі бағбанына көмекші қажет екенін естиді. Осылайша Лесли жұмысқа орналасады, бірақ мектепті тастауына тура келді. Бірде ол 2 бағбанның арасында өзара сөйлескендерін көрді. Мистер Хопс мистер Картқа о дүниенің жоқ екенін дәлелдеуге тырысты. Сонда Лесли өзінің көргендерін айтып береді. Мистер Хопс қарқылдай күліп, психиатрлардың қолына түспеу үшін мұны ешкімге айтпауға кеңес берді деп еске алады Лесли Флинт. Осыдан кейін Лесли даулы сұрақтың жауабын іздеуді бастайды. Қайда барарын білмей, ол жергілікті шіркеулерге барып, бірақ еш жерде ақылға қонымды жауап таппайды. Ұзақ ізденістерден кейін, Лесли, Анни Джонс атты медиумның қоғамдық сеансына барады. Медиум залдағы кездейсоқ адамдарды көрсетіп, олардың туыстары қандай да бір хабарды жеткізгісі келетінін айтады. Лесли айналаға қарап, Джонс ханымның ізбасарларын іздейді. Осы кезде медиум Леслиге қарап, оның жанында Льюис деген рухтың тұрғанын, және жас жігітке қабіріне гүл қойған үшін алғыс айтқысы келетінін хабарлайды. Лесли Флинттің қараңғылықтағы дауыстар атты кітабында мен таң қалдым, өйткені мен өткен күні зиратта менің суретші мұғалімімнің қабірін таптым. Ол 2 жыл бұрын қайтыс болды, есімі Эдвин Льюис еді. Мен оның сабақтарын қатты жақсы көретін едім, ол менің суреттерімді мақтайтын деп жазды.
Джонс ханымның сөздері мені таңғалдырды, өйткені ешкім менің сүйікті мұғалімімнің қабірін қалай тазартқанымды көрген жоқ. Джонс ханым мені өзінің қызметін атқаруға, және өте танымал медиум болуға шақырды, және бұл шын мәнінде осылай болды да. Кейбір жандар маған адамзат үшін маңызды хабарды жеткізу үшін жүгінді. Мысалы, Ұлыбританияның бұрынғы жоғарғы канцлері Лорд Биркенхед 1930 жылы қайтыс болған кезінде, қоғамдық сеанс барысында, адамның өмірін ерікті түрде алып тастауға болмайтынын айтты. Мұндай жандар жаңа шындықты қабылдағысы келмей, жер бетінде қалып, өздерінің зұлым жоспарларын жүзеге асыруға тырысады деп түсіндірді Лесли Флинт. Биркенхед сондай жандардың пайда болғанын атап өтті. Олардың арасында кек алу ойлары қалып, сондықтан кейбіреулері жер бетінде қалады. Басқа адамдар арқылы жаман жоспарларын жүзеге асыруға тырысады. Лесли Флинттің жазбаларына сәйкес, ол Лорд Биркенхедпен қоштасқан кезде өлімнің жоқ екенін айтты. Кейін Косма Лэнг деген медиум Леслиге сіз жер бетінде өмір сүргенде физикалық тербелістер диапазонында боласыз, сондықтан әлемдегі барлық заттар сізге нақты және мықты болып көрінеді. Бірақ сіз отырған орындық тек атомдардың жиынтығы. Оның тербелістері сіздің тербелістеріңізге ұқсас, сондықтан сіз оны сезесіз деп түсіндірді. Адам физикалық денесінен кеткенде, оның рухы жоғары жиіліктегі тербелістермен вибрацияланатын денеде қалады. Бұл басқа әлемнің тербелістерімен сәйкес келеді, сондықтан адам жанына ол жердегі өмір сияқты нақты болып көрінеді. Косма Лэнг сондай-ақ кейде, нәзік дене өмір сүру кезінде, өзінің қабығынан шығып кетуі мүмкін, мысалы, сананың жоғалуы кезінде, гипнозда немесе арнайы жаттығулардан кейін. Лэнгтің хабарламаларынан кейбір адамдар осындай тәжірибені бастан өткергенде физикалық денені және энергетикалық денені байланыстыратын арқан туралы айтады. Лесли Флинт болашақта басқа әлеммен байланыс радиомен және теледидармен мүмкін болатындығын айтқан. Радио тыңдап немесе белгілі бір тербелістерге бапталған теледидарды қарап, сіз өзіңізден алыстағы адамдарды көріп және ести аласыз. Менің ойымша, ақылды адамдар сол тербелісті табуға жақындайды. Бұл оларға өлілер әлемімен байланысты орнатуға көмектеседі. Адамдар өлімге сенуді тоқтататын болады, ал қайтыс болған жандармен байланыс телефонмен сөйлесу сияқты қарапайым болады дейді Лесли Флинт. Бұған не дейсіз? Біздің өміріміз соңғы тыныс алуымызбен аяқталмайды. Бұл туралы тағы бір мысалды айта кетейік. Белгілі дәрігер Силас Митчелл екі әлемнің өзара әрекеттесу феномендері туралы айтады. Әрқайсымызды қорқытатын ең үлкен ой өлім ойы. Адамдар соңғы тыныс алу сәтін елестетіп, қорқынышқа түседі, ал ата-аналарын жоғалтқан балалардың қайғы қасіреті қандай екені өте ауыр. Силас Митчелл, атақты психиатр және ғалым, 1829 жылы ақш-та дүниеге келген. 20 ғасырдың басында ол медициналық қоғамда танымал және құрметті маман болды, Американдық дәрігерлер ассоциациясын басқарды. Оның тәжірибесі халық арасында үлкен сенімге ие болды. Митчеллдің айтуынша, бір қысқы кеште, пациенттерді қабылдауды аяқтаған соң, ол ас үйге барып, бір стақан сүт ішіп, кейін ұйықтауға кіріспек болады. Бірақ көп ұзамай, ол өз есігінің қоңырау даусын естиді. Митчелл бұл түнгі қоңырау шұғыл жағдайды білдіретінін білгендіктен, жедел киініп, төмен түсіп, есікті ашты. Есік алдында бейтаныс қыз тұрды. Сыртта суық болғанына қарамастан, ол жасыл жүннен жасалған көйлекпен сұр шаль киген және аяқтарында ескі аяқ киімдері болған. Оның көрінісі төмендегі кедейлер ауданынан екенін байқатты дейді Митчелл. Митчелл қызды үйге кіргізіп, жылынып алуды ұсынды, бірақ ол бас тартты және анасына шұғыл көмекке шақырды. Митчелл бұл түнгі қабылдау үшін ақы алмайтын еді. Себебі ол өзінің медициналық мансабын алғаш бастағанда ол барлығына ақысыз көмектескен болатын. Бірақ қазір ол құрметті дәрігер болғандықтан, мұндай жағдайлар сирек кездеседі. Алайда Митчелл көмек көрсетуге шешім қабылдайды. Олар бірге анасын көруге жолға шығады. Жол кедейлер ауданынан өтті. Қыз бір ескі баққа кіріп, ескі май шаммен жарықтандырылған баспалдақпен көтерілді. Олар бір бөлмеге кіреді. Онда еденде бірнеше жерінен тозған кілем жатты. Бұрышта қисайған шкаф тұрды, ал қабырғадағы жалғыз төсекте әйел ауыр күйде жатыр еді. Митчелл оның өкпесінің қабынуы бар екенін анықтап, мүмкіндігінше көмектесіп, ертең тағы да келуге уәде берді. Бірақ бөлмеден шыққанда ол қызды көрмеді. Қыз қайда?
Мен оған бірнеше ұсыныс беруім керек еді, деді Митчелл. Әйелдің жауабы: менің қызым 2 ай бұрын қайтыс болған, деп әйел мұның артынан тіл қатады. Митчелл қыздың жасыл көйлек пен сұр шаль киген күйде көрінгенін айтады. Ал әйел шкафты көрсетеді. Шкафты ашқан Митчелл дәл сол көйлек пен шальды табады. Бұл жағдай әлемдер арасында нақты, үнемі тұрақты байланыс жоқ екенін көрсетеді. Бірақ кейде біздің әлемде тұратын адамдар басқа әлемдегі жандарды көруге және олармен байланысуға тырысады. Мұндай байланыстар көбінесе махаббат немесе басқа себептермен жасалады, бірақ әрдайым қиындықтар арқылы орын алады, деп атап өтті Сайлас Митчелл.